Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Топ 5 Қазақстандағы ең олд гильдия. Ол гильдияны айтпай тұрып маған тіркеліп кетіңіздерші, пожалуйста. Ол гильдия әрине сборный кызы. Сборный кызы өзінің кезінде талай гильдияны жылатып кеткен. Ол гильдияның лидері Панда, шын аты Арслан. Қателеспесем Арслан. Сборный кызыны бір отбасы деуге де болады. Олар бастарын всегда қосушы еді. Панданың составы минус сквад. Минус сквадтағы Панда, Адик, Мампа, Аянчик деген игроктар болды. Бұл гильдия eSports. Спортстың айта берсең жақсы жақтары өте көп. Гильдияның лидері Казгеймер, то есть шын аты Аділ. Бұл гильдияның игроктары өте опытный. Турнирда бұлар өте тактично ойнайды. Мұнда Ангел, Псих, Грозный деген игроктар бар. Және де Грусть. Грустьті бәрін білетін шығарсыңдар. Айбек Пашонов. Бүкілін сода сделкада болған шығарсыңдар. Осы гильдияда көп составтар болған. Мен деген. Мысалы New Legends және Кызы Тим өте көп составтар болған. Және eSports'тың аты арабтарға дейінді шуылдаған. Бұл гильдия өте көп мықты турнирларда отқан. Free Fire'дың кубогында отқан. Аламан финалында да кубоктарында отқан. Осы гильдия қандай деп ойлайсыздар? Және eSports'тағы игроктар өз никтарыңызды комментке жазып кетіңіздер. Олд игроктары болсаңыздар. Олд гильдиялардың ішіне Элита деген гильдия кіреді. Бұл гильдия бұрын кіру арман еді ғой осында. Шамамен 2019-да ашылған гильдия. Бұл лидерлері командир. Элита жанып тұрған яри гильдия еді ғой, турнирларда да активно ойнап еді. Free Fire кубокта да ойнады және Жабаның 24-24 турнирында да ойнады. Және де ол да топта тұрып еді. Бұл гильдия әрине жабылған жоқ, жұмыстарын әлі де жалғастырып жатыр. Бұл гильдия Мирумир. Бұл бұрынғы Easy Team еді. Біздің кезінде бұлар турнирда активно ойнап еді. Және де бұл гильдия халықтың қасында жүрген гильдия еді. Бұл гильдияның лидері Дәке. Қазір бұл гильдияға набор ашық, бірақ лидерлері өзгерген. Өзгеріс болған. Қазір активі шамалы азайып кеткен. Гильдия әрине АК-47. Бұрын АК-47 балдарын көрсек турнирда қашатын едік қой, жүрегіміз тоқтап қалып. Оның лидері Хан, то есть шын аты Нұрлан ба? Қателеспесем Нұрлан. Турнирді тактикамен ойнайды, то есть тактикамен ойнайды. Қазір бір моментін қарап кетіңіздер, және де келесі гильдия қандай деп ойлайсыздар. Команданың қасында АК-47 балалары жүрген. Так, минус игрок. Айракканын хорош, Сарсенов хватып үлгерді. Сарсенов хорош. Главное, қазір экранның үстіне отырған адам ұстамалы. Минус Сарсенов. Сарсенов один болмады ма? Бига! Неге бұлар безін ойнаватыр? Мен соны түсінбедім. Артында адам келе жатқан көрдік негізінде. Бірақ инфа жоқ. Бұл бәрі ешкімде қайтып бермейді. Минус отряд. Мына жақта сонымен қатар тоже өлгенше ас болып отыр. 11-ші командамен 9-ші команданың арасында ема бізде 20-20 қашып үлгерді, бірақ сонда артынан бізде Бачов ой кіріп, бізде минус 3 берді ма? Минус 4, жоқ, минус 2 берді. Бізде Арс, мына жерде қазір тоже арттарынан кіруде. Арс қазір отама құлатпады, хорош Бачов ой бізде минус 3 берді. Әлем ой. Так, енді оны ұқпу керек бұл жерде. Оны еще барып көтеріп уақыт созып қате болды. Бағана қуаттасаларына мүмкіндік болды. Бағана қуаттасалған адам. Хорош, қазір главный бізде Кензоны қатсал бұл жерде. Кензо. Пока Дэвил келін берем дегенше уақыт болмайтын болады. Кензоны қуату керек. Хорош! Все. Давай, речь своих поднял, да? Ёлки-палки. Еще килл давить это вот. Соңғы игру. Ой, Жаки. Почему он подсорится? Скорее всего, походу, Дэвил алады екіншісінде алу керек енді бұл жерде. Еще надо ставить. Нет, Жакиден слишком много көп екен енді. Қазір 70 қыпсын қалдырды. Так, ой,
Хорош. Минус склад.